Менің жасым 32-де, мен әлі көлік жүргізу білмеймін, мен әлі дұрыс ағылшын тілін білмеймін, мен әлі жүзу білмеймін. Осыларды ойлаған кезде, осы жасыма дейін не істеген сонда деп көзімді кінәлайтын кездер болады. Біздің қазір айтайық бағдарламасына келген Раиса апаймен Сәрсенбай ата менің осы ойларымды 180 градусқа кәдімгідей өзгертті ғой. Мысалға Раиса апай өмір бойы күйеуім деп жүрдім дейді да, сол кісінің күтімімен жүрдім. 53 жасымда ғана көлік жүргізіп үйрендім. 62-65 жасымда ғана спортпен айналыса бастадым дейді, қараңыздар. Шпагатқа қалай отырады, иә? Кәдімгі үйдегі домохозяйка күйеуді обслужить етіп білемін. Армандамайтын адам жоқ. Бала шаға. Мен спорт 65 жасында бастадым. Еш уақытта кеш емес. Мен өзім бүкіл елге айтатын, кеш емес. Ал Сәрсенбай ата болса, 76 жасында Еуропаның 6 қаласын жаяу өзі жалғыз аралаған. Ойлаңыздаршы, ағылшын тілін әлі білмейді. Ендігі мақсатым Америкаға бару дейді. Арманға жету үшін мақсат қоя білу керек. Сол мақсатқа жоспар құра білу керек. Сөйтіп күнделікті талаптанып еңбек етпесе, адам арманына ешқашан жете алмайды. Осы нәрселерді көріп, мен мынандай ой түйіп жатырмын да, біз армандамайды екенбіз. Ана миымыз болмайды, кеш, уже уақыт өтіп кетті деген нәрселерді естіп, армандауға даже блок қойып тастаған ғой. Армандаңдар деп болса адамдар айтады ғой. Расымен арман бар жерде іс әрекет бар жерде мақсат бар. Сол, мен енді кәдімгідей андай тіріліп жатырмын ғой. Әдетте біз 30 жасқа келгенде не айтамыз? Ой, әнжерім, ой, уже бізге кеш, только бір артқа тарту ғана бар екен да өзімізді. Үйімнің тоған бәрі дәрі арқалап жүретін жасқа жеттім деген бір приколдар бар ғой. Алла бере бер деп қаншама алақанын жайып Алладан сұрасаң да, Алла ешқашан бермейді. Бере гөр деп тілек тілеп, өзің қимыл жасап, амал жасап, әрекет жасасаң ғана Алла саған береді. Мына шетелді қараңдаршы, Жапон халқы неге осылай 150-ге келіп жатыр? Олар себебі 40 жаста только үйленеді, 40 жастан бастап өмірді бастайды жастар. Оған шейін олар дамиды, өзін таниды, өзін барлығын істейді. Сөйтіп, осы екі кісі біздің бәрімізге күшті мотивация беріп кетті ғой кәдімгідей. 70-тен кейін де, 40-тан кейін де, 50-ден кейін де кәдімгідей өмір бар.